Әлемдегі әрбір 6-шы адам қатерлі ісіктен қайтыс болады. Сіз білесіз бе, ең сорақысы, жағдайлардың 3%-ында дұрыс тамақтанбау себеп болады. Таңғы асқа не жейтініміз әсіресе қауіпті. Өйткені пайдалы болып көрінетін тағамдардың көпшілігінде онкологияны тудыратын канцерогендер бар. Бүгін біз қатерлі ісікке шалдығу қаупін айтарлықтай арттыратын ең қауіпті 5 таңғы асты қарастырамыз. Сонымен қатар, мен канцерогенезді қоздыратын нақты заттар туралы айтамын. Менің антирейтингімде шұжық, бекон және басқа да өңделген ет өнімдері бірінші орында тұр. Халықаралық қатерлі ісіктерді зерттеу институты бұл өнімдерді темекі түтінімен, ABC және алкогольмен бірге канцерогендердің бірінші тобына енгізді. Яғни қатерлі ісікке шалдығу қаупін айтарлықтай арттыратындар. Мұның бәрі құрамға байланысты. Бұл жерде маса басқа заттар қосылады. Нитриттер және нитрозаминдер деп аталатындар. Олар тек тартымды түсі мен дәмі үшін ғана емес. Сонымен қатар ұзақ мерзімді сақтау, соның ішінде ботулизмнің алдын алу үшін де қосылады. Күніне әрбір 50 грамм өңделген ет қатерлі ісікке шалдығу қаупін айтарлықтай арттырады. 18%-ға. Бұл шамамен 2 жолақ бекон немесе 1 шұжық. Әрине, 1 шұжық сізді өлтірмейді. Бұл оларды үнемі тұтыну туралы. Егер сізде таңғы асқа шұжық, түскі асқа ветчина сэндвичі, ал кешке шұжық қосылған макарон болса, бұл қазірдің өзінде проблемаға ұқсайды. Не істеу керек? Барынша азайтыңыз. Бұл тағамдарды диетаның негізі емес, ерекшелік етіңіз. Қуырылған жұмыртқа, құймақ және құймақпен бірге таңғы асқа қызмет ету дәстүрімізге терең енген. Қуыру кезінде қабық пайда болады. Оның құрамында канцерогендік қасиеттері дәлелденген акриламид бар. Әсіресе оның құрамында крахмал бар өнімдерде, яғни картопта немесе картопта жоғары концентрациясы бар. Барлығы таңды бастауды ұнататын қытырлақ қыртыстың құрамында акриламидтің максималды концентрациясы бар. Егер сіз әлі де қуыруды пісірудің пайдасына қалдыра алмасаңыз, онда қосымша таза зәйтүн майын қолданған дұрыс. Себебі ол 180 градусқа дейін қызуға төтеп бере алады. Дайын таңғы ас, жүгері үлпектері, гранола және шоколад шарлары. Бұл өте ыңғайлы және пайдалы көрінеді. Сонымен қатар сенімді болу үшін қаптамада витаминдер тізімі жазылған. Егер сіз оның құрамына қарасаңыз, оның 70%-дан астамы көмірсулардан тұратынын көресіз. Және бұл жай ғана қосымша калория емес. Көмірсулардың шамадан тыс және тұрақты тұтынылуы онкологиялық аурулардың даму қаупін айтарлықтай арттыратыны белгілі. Мұнда бірнеше механизмдер бар. Біріншісі, жоғары гликемиялық индексі бар тағамдар инсулиннің күрт өсуіне ықпал етеді және белгілі бір фермент арқылы ісік жасушаларының өсуін жанама түрде ынталандырады. Сонымен қатар, қант созылмалы қабынудың себебі онкологияның дәлелденген себебі болып табылады. Сонымен қатар, артық салмақ темекі шегуден кейінгі онкологияның дамуының екінші маңызды қауіп фактор болып табылады. Бұл әсіресе ұйқы безі, ішек және сүт безі қатерлі ісігіне қатысты. Сонымен қатар, өндірісте бұл үлпектер жоғары температурада термиялық өңдеуден өтеді. Акриламид қайтадан түзіледі. Құрамында трансмайлары мен пальма майы бар. Бұл қатерлі ісіктің негізгі ошағы болып табылатын созылмалы қабынуды тудыратын өнеркәсіптік улану. Жарма. Бұл ультра өңделген тағам. Ол туралы мен бөлек бейне түсірдім. Сонымен, ультра өңделген тағамдарды тұтынатын адамдарда қатерлі ісікке шалдығу ықтималдығы 12% жоғары және бұл дәлелденген факт. Менің артымда жетекші онкологиялық мекемелерде, соның ішінде Израильдің Хадас клиникасында және Еуропалық медициналық орталықта 15 жылдан астам тәжірибем бар. Диагнозбен күресу керек пе? Әлде екінші пікір айту керек пе? Мен сипаттамада консультацияға сілтеме қалдырамын. Біздің сүйікті круассандарымыз, тоқаштарымыз және ақ нандарымыз. Біріншіден, тазартылған ұнның гликемиялық индексі жоғары, яғни ол қандағы глюкоза мен инсулин деңгейінің күрт көтерілуіне ықпал етеді. Біз артық қанттың рак клеткаларын қалай тамақтандыратынын анықтадық. Екіншіден, мұндай пісірілген өнімдерде маргарин мен басқа да майлардың көп мөлшері бар. Олар тағам дайындауда кеңінен қолданылады. Бұл туралы біз бұған дейін де айтқан болатынбыз. Олар қатерлі ісік дамуының негізгі факторларының бірі болып табылатын созылмалы қабынуды қолдайды. Ал егер сіз ақ нанның бір бөлігін қара қыртысқа дейін қуырсаңыз, акриламидтің бір бөлігі сіздікі. Қуырылған нан неғұрлым қою болса, соғұрлым. Оның құрамында акриламидтің мөлшері 10 есеге дейін көп болатыны дәлелденді. Бұл әсіресе балалар үшін қауіпті. Олардың салмағы аз, сондықтан балалардағы салмақтың килограммына шаққандағы
акриламидтің салыстырмалы концентрациясы 3 еседен асады. Фастфуд. Бүгінде фастфуд мейрамханалары таңғы астың толық комбинациясын ұсынады. Мен ұзақ уақыт тоқтамаймын. Сондықтан бәрін біледі. Мен жай ғана канцерогендерді тізімдеймін және сізге 2 санды беремін. Өңделген ет, қуырылған бекон, бургер пирогтары мен наггеттер, гриль, қуырылған және ыстық. Жоғары температурада қантпен тазартылған көмірсулардың, трансмайлардың және тазартылған майлардың. Соның ішінде бірнеше рет қыздырылғандардың жоғары мөлшері. Бірінші сан. Бұл зерттеуге 500 мыңнан астам адам қатысты. Онда фастфудты үнемі тұтынатын адамдарда ішек қатерлі ісігінің даму қаупі 20-30% жоғары екендігі дәлелденді. Екінші сан. Ультра өңделген диета. Азық-түлік. Соның ішінде фастфуд қатерлі ісіктің жалпы даму қаупін диетадағы үлестің әрбір 10%-ға арту үшін оннан 12%-ға арттырады. Өзіңіз қорытынды жасаңыз. Қосымша ақпарат менің телеграм каналымда. Денің сау болсын, қамқор бол, жақын арада кездескенше.